Құрметті оқырмандар, назарларыңызға әлемді саусағымен танытқан атты бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы Брайль қарпі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы жазу жүйесі. Бұл әліпби көзі көрмейтін адамдарға жазу мен оқуға мүмкіндік береді. Мысалы, сүйікті жазушыларын оқып, Брайль дисплей арқылы ғаламторда қолдану. Жалпы қаріптің пайда болуына тоқталсақ, Брайль қарпін 1824 жылы 15 жастағы француз жасөспірімі Луи Брайль ойлап тапқан. Луи бала кезінде әкесінің шеберханасында пышақпен көзін жарақаттап алған екен. Асқынудың әсерінен ол кейін мүлде көрмей қалған. 1819 жылы оны зағиптар мектебіне қабылдайды. Мұнда Валентин Гаюйдің рельефтік сызықтар негізінде жасалған қарпымен оқытатын. Барлық кітаптарды оқып көрген соң, Луи қаріптің кемшілігі бар екенін түсінеді. Әр әріпті түсіну үшін оған бірнеше секунд қажет болатын. Осыдан кейін Луи Брайль өзінің рельефті нүктелік қарпын ойлап табады. Бұл Валентин Гаюй мен түнгі қаріптің қосындысы еді. Түнгі қаріпті сол уақытта әскерилер түнде ақпарат алмасу үшін қолданатын болған. Луи Брайль өзінің қарпын ұзақ уақыт жетілдірді. Нәтижесінде 1837 жылы оны жаңартылған нұсқада таныстырып, осы уақыттан бері қаріптің латын әліпбиіндегі нұсқасы әлі күнге дейін өзгермей келеді. Көру қабілеті нашар жандар үшін бұл қаріп тек байланыс құралы ғана емес, тілдік сауатты дамытудың бір жолы болып табылады. Қаріпті тифлопедагогтың көмегімен не өз бетімен де үйренуге болады. Символдар мен қаріпті есте сақтаудың жүйелері өте көп. Мысалы, бір затпен байланыстыра отырып жаттау. Бүгінде осы жүйенің арқасында дүние жүзіндегі мыңдаған зағип азаматтар білім алды және жүйе меңгерілу барысында түрлі мамандықтарды игеріп күні бүгінге дейін пайдаланып келеді.